Но мы продолжаем эфир. Ерканат, сөз сенде. Рахмет, Ирина. Ассаламағалейкум. Сейсенбі елеулі ақпараттарға толы болды. Алда көретіндеріңіз. Қаржы министрлігі кімдердің кредитін кешіруді ұсынды? Кредит портфель деп айтады ғой. Кредит портфель деп сонда тұрады. Қай жылы берілген несиелер жабылуы мүмкін? Неге бүгін спектативатырымды деген сұрақ туындайды? Балабақшаларды лицензиялау тәртібін қайта енгізудің қажеті бар ма? Бізде ешқандай бір кепілдіктер, жеңілдіктер жоқ. Кепілдік пен жеңілдік болмаса, бөбекжайларда балаларды ұрып соғудан қалай қорғаймыз? Қазақстан армиясында әскерге келісімшартпен алынғандар да опат болып жатыр. Шымкентке келсе, анау жария болып кетеме деп, көзін құртқан мәселе болып тұр. 41 жастағы 5 баланың әкесі өзіне қол салуы мүмкін бе? Жемқорлықта, ұлтта, ұятта болмайды. Алаш Көсем Әлихан Бөкейханның бюстінен павлодарлық шенеунік қанша миллион пайда таппақ болған. Бір облыстың Білдей мәдениет басқармасының басшысы қанша жылға сотталды. Әлеуметтік жағдай төмен отбасылардың несиесін жабуға келген кезде мың құбылатын біздің үкімет заңды тұлғалардың кредитін кешірмек. Қаржы министрлігі бюджет кодексіне өзгеріс енгізіп, сонау 90 жылдары мемлекет тарапынан тікелей бизнеске берілген берешектерді кешіру мәселесін қарастырып жатыр. Яғни 30 жылдан астам кредит төлемей жүрген кәсіпорын иелері табылмаса, онда оның қарызы жойылады. Қазір мұнда несие сомасы шамамен 120 миллиард теңге. Ал кейбір экономистер қаржы министрлігінің бұл ұсынысына қарсы. Мамандар бюджеттік кредитті қалайда өндіріп алу керек деген пікірде. Қаржы министрлігі кредиттер кешіріледі деп жар салғанымен бұл өзгерістер жеке емес заңды тұлғаларға ғана қатысты. Енді бюджеттік кодексте өндіріп алуға үмітсіз берешек деген ұғым пайда болмақ. Яғни 1990 жылдары мемлекеттен тікелей кредит алған кәсіпкерлердің қарызын кешіру көзделген. Кезінде жергілікті әкімдіктер мен үкімет гарант болып, бюджеттен берілген несие иелерін бүгінде табу оңай емес екен. Себебі 90 жылдары көп кәсіпорындардың бизнесті сәйкестендіру нөмірлері жоқ болды. Мұндай кредиттің көлемі қазір шамамен 120 миллиард теңгені құрайды. Қаржы министрлігі жыл сайын есеп бергенде бұл берешектер статистикаға кедергі келтіреді дейді. Сондықтан осындай өзгеріс енгізбек. Үкіметтің өзі есеп береді ғой жыл сайын. Сол есепте тұрады да бізде кредитный портфель деп айтады ғой. Мысалы бізде миллиард болса кредитный портфеліміз. Олар жаңағы 2 миллиард деген сияқты. Оның керегіне ондай соманың. Маманның сөзінше қайтарылмаған бюджеттік кредиттердің иесін табу жұмысы Әділет министрлігі мен азаматтарға арналған үкімет корпорациясымен бірігіп жүзеге асырылып жатыр. Ал экономист Бейсенбек Зиябеков 90 жылдары біздің үкімет зейнетақыны уақытылы төлей алмай отырған кезде мұндай қомақты қаржының несие ретінде берілгеніне таңғалады. Экономист қаржы жүйесіне ревизия жүргізу керек дейді. Тарихта мемлекеттерде әрине өмір болғаннан кейін бұндай жағдай кездеседі. Списать ету қарызды. Бірақ ол заңды тұлғаға емес. Жетім жесір, көп балалы ана, әтпесе ауылда істейтін ағайынға жағдайына байланысты мүмкін ондай кездеседі. Осы мәселе бойынша үлкен ревизия жасау керек. Экономист қарыз алып төлемей жүрген бизнес иелерін қалайда тауып несиесін төлеуге міндеттеу керек деген ойда. Сонымен қатар қаржы саласы мен банк жүйесін қайта қарау керек дейді маман. Айта кетейін, бюджеттік кодекске енгізілетін өзгерістер қазір қоғам талқылауына шығарылған. 2 айдан кейін құжат мәжіліске ұсынылады. Өмір Серікбекұлы, Дидар Елеуов, Информ бюро, Нұр Сұлтан. Қазақстанда шығарылатын сүт пен сүт өнімдері күннен күнге қымбаттап барады. Energy-Prom KZ сарапшыларының мәліметінше, елімізде өткен айда ғана сүттің бағасы 3%-да өскен. Ал жыл басынан бері 17,2%-ға шарықтаса, бір жыл ішінде 22%-ға қымбаттапты. Әрі өндіріс көлемі де азайып кеткен. Зерттеушілер сүт пен кілеге өндірісінің жартысы солтүстік Қазақстан мен Алматы облыстарына ғана тиесілі екенін айтады. Жалпы сүттің қымбаттауына не себеп? Сүт өндірісі неге азайды? Әріптесім Руслан Жасұланұлы зерттеп көрген еді.
Еліміздің солтүстігінде сүттің бағасы ай сайын қымбаттап барады. Петропавлдағы базарларда сүттің құны соңғы айда 1-20%-ға шарықтаған. Мәселен, қазір майлылығы 3,2%-ды құрайтын сүттің 1 литрі 300 теңгеден басталады. Кейбір сүттің 1 литрі 400 теңгеге дейін барады. Конечно, дорого. Қазір 1 литр сүт 300 теңге төңірегінде тұрады. Бұл масқара ғой. Баға қайда барады? Сүтсіз шай ішетін болдық. Дұрыс емес. Бәрі қымбат, жем қымбат, сосын сүт те қымбат болады. Сүттің бағасы өскенімен өнім көлемі көбеймеген. Тіпті керісінше 1 жылдың ішінде сүт өндірісі 7%-ға кеміген. Ал сүт пен кілеге өнімдерінің қымбаттауын зауыт иелері өнімдерді құятын қаптамаларды өзге елден жеткізетіндермен түсіндіреді. Айтуларынша көбі көрші Ресейдің қаптамаларына тәуелді. Ал санкциялардың астында қалған көрші елде бәрі қымбаттап, тиісінше бізге жіберетін қаптамалардың да бағасы өскен. Выросла цена на. Біз сүт қаптамасын жасайтын бөлшектердің бәрін Омбы қаласынан сатып аламыз. Олар 76%-ға өсті. Одан басқа құрылғылардың бәрі Еуропадан жеткізіледі. Ал оған қажетті бөлшектер 200%-ға өсті. Ал ауыл шаруашылығына жауапты министрлік өкілдері өңделген сүт өндірісі, соның ішінде сары май 13%-ға, ірімшік пен сүзбе өндірісі 7%-ға төмендегенін растап отыр. Бірақ бұл қорқатындай жағдай емес дейді. Сөздерінше өндіріс көлемінің азаюы сұраныстың төмендеуіне байланысты. Өндірістің төмендеуіне алменен инфляция, бұл жерде тек баға ретінен ғана емес, сонымен қатар халықтың табысы жағынан қарастыру керек деп ойлаймын. Халықтың өмір сүру деңгейі аясында сұраныстың төмендеуі де әсер етуі мүмкін. Сүт өнімдерінің бағасы жақын уақытта тұрақтамайтын сияқты, өйткені өндірушілер өзіндік құнынан кейін табыс табу үшін сүттің бағасын тағы 20%-ға өсіруге тура келетінін қазірден ашық айтып жатыр. Руслан Жасұланұлы, Азамат Елубаев, Информбюро. Елімізде балабақшаларды лицензиялау 2024 жылы басталады. Алдымен жыл сайын ашылатын 200-ге жуық жаңа балабақшаға, одан кейін мемлекеттік аттестаттаудан өтпеген бөбекжайларға лицензия беріледі. Ал кәсіпкерлер балабақшадағы білім сапасы мен балалар қауіпсіздігін лицензиямен шешу мүмкін емес екенін айтады. Жекеменшік мектепке дейінгі мекеме иелерінің айтуынша, басты проблема маман тапшылығы. 2024 жылы басталатын балабақшаларды лицензиялау кезең-кезеңмен жүзеге асады. Оқу-ағарту министрлігі ең бірінші жаңадан ашылатын бөбекжайларға, ал екінші кезеңде мемлекеттік аттестаттаудан өтпеген балабақшаларды лицензиялауды бастайды. Ең бастысы түсіну керек, қаншалықты осы сапаны қамтамасыз ету үшін жағдай бар екенін дәлелдеу керек. Содан кейін әр 5 жыл сайын мемлекеттік аттестациядан өтіп, сол арқылы сапаны да дәлелдейді. Болды. Лицензияны сонда бір рет қана алады. Болды. Жекеменшік балабақшалардың саны азайып кету қаупі жоқ деген министрліктің бұл бастамасына жекеменшік балабақша ашқан кәсіпкерлер қарсы. Айтуларынша балабақшаларда бала ұратын тәрбиешілер мен бүлдіршіндерге берілетін тамақ өнімдерінің сапасы сияқты қордаланған мәселелер тек жеке бөбекжайларда ғана емес, мемлекеттік мектепке дейінгі білім беру мекемелерінде де бар. Тек бұл жайттар айтылмайды дейді. Сондықтан балабақшаларды лицензиялау барлық олқылықтарды жояды деу миға қонымсыз шаруа. Маман тапшылығы басты проблема екенін айтқан кәсіпкер жекеменшік бөбекжай қызметкерлеріне әлеуметтік пакет қарастырылмаған. Білімін жетілдіремін десе мемлекеттен көмек жоғын алға тартты. Бұл жол нағыз бәрін сапасын көтеріп тастауға 100% кепіл береді дегенге біз мүмкін емес деп айтып тұрмыз. Мамандар жоқ. Тапшы мамандар таңдамайды бұл тәрбиешілік жұмысты. Неге таңдамайды? Өйткені болашағынан үлкен бір үміт арттырмайды. Бізде ешқандай бір кепілдіктер, жеңілдіктер жоқ. Информбюроның әлеуметтік желідегі парақшасында осы өзекті мәселеге қатысты сауалнама жүргізген болатынбыз. Лицензия енгізу қажет пе деген сұраққа 88% адам қажет деп жауап берсе, 12% жоқ. Бұдан тәрбие сапасы өзгермейді деген екен. Ал бүгінде Қазақстанда мектеп жасына дейінгі балалардың 46-да 9% жекеменшік балабақшаларға барады. Елімізде 4973 жекеменшік балабақша бар. Азамат Қабетов, Думан Сүлейменов, Информбюро, Алматы. Әлихан Бөкейханның бюстін дайындауға мемлекеттік сатып алу шартын жасасқан үшін 1 миллион теңге пара алған Павлодар облысы мәдениет басқармасының басшысы Самал Бегалинова 3 жылға бас бостандығынан айырылды. Бұрынғы шенеунік сотта өз күнәсін толық мойындаған. Енді ол сот үкімімен өмір бойына мемлекеттік қызметке орналаса алмайды. Сондай-ақ Бегалинованың 1 миллион теңге парасы мемлекет меншігіне тәркіленетін болды. Бірақ сотталушының жалғыз өзі тәрбиелеп отырған 2 кішкентай баласын ескеріп, сот оның бас бостандығынан айыру жазасын 5 жылға кейінге шегерді. Бұл аралықта Бегалинова пробация қызметінің қатаң бақылауында болады. Семейдегі әуе қорғанысы әскери бөлімінде қызмет атқарған офицер Бақытжан Әріпжанның денесі бүгін жер қойнына тапсырылды.
Марқұмның туыстары 41 жастағы рота командирінің орынбасары болған Бақытжан өз-өзіне қол жұмсады дегенге сенбейді. Керісінше, туған жері Шымкентке қызметін ауыстырмақ болған 5 баланың әкесі өмірге аса құштар еді дейді. Әскерде 10 жылдан астам қызмет атқарып, капитан дәрежесіне жеткен Бақытжан Құлыбекұлының ет жақындары оны суицид жасады дегенге сенбейді. Айтуларынша Бақытжан өмірге ерекше құштар жан болған. 2 жыл бұрын қызметі Түркістан облысынан Семейге ауысыпты. Бірақ туған жеріне қайта қызметін ауыстыруға әрекет жасап, бүгін ертең бұйрығын күтіп отырған дейді жақындары. Бұл жерде бір топтардың өзара бір шешілмеген мәселелері бар. Бұл бұяқтан барған, ол топтарға кірмеген, скорее всего, потому что бұл ондай жұмыспен айналыспайды. Соған бұл жаңағы кірмеген соң олар мұны ләжі болса шеттету керек болды. Өзі өмірде активный, даже гиперактивный жігіт еді. Жан-жақты дөңгелетіп, жұрттың бәріне жақсылығын жайып, күлімдеп жүретін, ұрсаңды күліп қоятын еді. Сондай жігіт еді. Ондай адамдар сирек қой. Әйел бала-шағасы Шымкентте жүрген Бақытжан Әріпжан қайтыс болардан бірер сағат бұрын әйелімен бейне қоңырау арқылы сөйлесіпті. 3 жастағы қызына қайырлы таң тілеп, амандық саулықтан соң әңгімені келте қайырған. Тұтқаны қоймас бұрын арғы жақтағы біреулерге КамАЗ келді ме деп қатты дауыстап сұрағанын естідік дейді туыстары. Кейін хабарласарым деген соңғы сөзінен 2-3 сағат өткенде қайғылы жағдайдан хабар жеткен. Ал қаралы хабар келмес бұрын Бақытжанның телефонынан әйеліне Жанар Хамитованың орындауындағы қоштаспайықшы әні жіберіліпті. Туыстары бұған да күмәнмен қарап отыр. Ал әскери бөлімдегілер Бақытжан Әріпжан кезекшіден тапанша алып, қару тазалайтын бөлмеде басына оқ атқан деді. Офицер бізде қаза тапты. Аягөзде ол бойынша қазір қылмыстық іс қозғалды. Және де қазір сол тексеріс жұмыстары жүргізіліп жатыр. Сондықтан сол тексеріс жүргізіп жатқан жұмысына сәйкес қазір артық қандай ақпарат бере алмаймын. Аягөз қаласынан Шымкентке әскерилер жеткізген мәйітке марқұмның туыстары бөлек сот медициналық сараптамасының өткізілуін талап еткен. 102 нөміріне қоңырау шалып, полицияға қойған талап тілегі нәтижесінде Шымкентте де сараптама жасалыныпты. Аталған жайт бойынша қозғалған қылмыстық іс аясында марқұмның туыстары күмәнді жағдайлардың барлығын жан-жақты тексеруді талап етіп отыр. Ерлан Қуандық, Информбюро, Шымкент. Отан алдындағы борышын өтеп жүрген сарбаздардың өлім жітімі көбейген сонша президент әскери қызметкерлер арасындағы заңсыздықтарды жою және келешекте әскердегі мұндай теріс әрекеттерді болдырмау үшін арнайы комиссия құруды тапсырған еді. Біз бұл мәселені әскери сарапшы Ермек Сейітбаталовпен талқыласақ, Ермек мырза, өкінішке қарай тағы да қайғылы жағдай. Сіздіңше бейбіт заманда әскерге барып есінен адасқан, өзіне қол салған азаматтар неге көбейіп кетті? Біріншіден қадағалау, бақылау жоқ, содан деп ойлаймын. Екінші сол қадағалау, бақылау жоқтан бұл жүйеленіп кеткен, мен ойлаймын, осындай оқиға болып кетті, жүйеленіп. Неге десеңіз, әрбір Қазақстанның әрбір әскери бөлімде болып отыр осындай оқиға. Кейбір сарапшылар әскердегі әлімжеттікті келісімшартпен жүргендер ұйымдастырады деген пікір білдіріп келген еді. Бірақ міне келісімшартпен жүргендер де опат болып жатыр. Сіз не дейсіз? Мен ойлаймын, бұл әрбір неде болып, ұжымда болып жатыр ғой. Мынау мерзімге шақырылғандары солардың арасында, мынау контракт, келісімшарт байлаған арасында болып жатыр. Бара-бара мен ойлаймын, басқа жерде де болатын шығар сондайлар. Бірақ та қару-жарақпен жасалған. Бұнда кадрға байланысты. Мен айтушы едім, мына әскери институттарды барып тексеріп, сол жақтан қалай дағылайтын, соң кейін командир басшыларының қалай жұмыс істейтін. Сол дұрыс жүрмей жатыр қызмет. Мен сол ойлаймын. Бұл кадр офицерлармен байланысты. Келген қызметке, мынау мерзімге шақырған, мынандай келісім шартпен жүрген, ең бірінші бұны байқау керек. Ол 3 кезең өтеді. Бірінші кезең адаптация дейді. Сонда байқап, мынау басшы өзінің талаптарын, анағыстан қалай жұмыс істейтін, алдағы болашақтары, перспективный нелерін сызып қою керек алдарында. Екінші этапта ол енді әрбір ұжымға кіре бастайды. Кейде актив, кейде пассив. Сол кезде мынау басшылар, командирлар
жаңағы кісіні адамды тәрбиелеп, тәлім беріп, оқу беріп, артынан ертіп жүрген. Қазіргі менің байқауымша басшы командирлар өз-өзімен жұмыс, ал енді қол астындағы жігіттермен олар аса араласпайды. Сол үшінші кезеңде жаңағы түгелі бір-бірімен жақсы болып, ол бастықты да, бастық оларды да қарап бір-бірімен сондай болып жүреді. Яғни сарбаздар мен басшылық құрам арасында ешқандай байланыс жоқ дейсіз ғой. Ермек мырза, пікіріңізге рахмет, сау болыңыз. Су жаңа Kia Sportage қарама-қайшылықтардың бірлігі деген жаңа дизайн философиясына сәйкес жасалған. Кроссовердің сыртқы түрі батыл, эмоционалды және табиғи. Таза және бедерлі беттер әсерлі технологиялық элементтермен біріктірілген. Жарық диодты фаралар мен күндізгі жүріс шамдары бумерангтар пішін тәрізді жаңа Sportage'тің бейнесіне әсерлілік әрі футуристік сипат беріп тұр. Тікелей эфирде информбюро. Инвесторлық жобаның жұрт үшін шарапаты шамалы. Жаңатас қаласының тұрғындары жанында тұрған жел электр станциясының көпшілік үшін көк түйін пайдасы жоқ деп налиды. Сөздерінше атқарушы билік аттай қалап шетелдік компанияға балама электр көзін шығарушы қондырғыны қоюға қолқа салған. Тіпті осы арқылы тоқ бағасын төмендетеміз деп сендіріпті. Бірақ қолданысқа берілгенімен электр энергиясы төлемінің азайған түрі байқалмайды. Түгін тартсаң майы шыққан Жаңатас кен орындарына кендемес. Содан болар шетелдік ірі компаниялар осында өндіріс орындарын ашуға құмар. Соның бірі мына қытайлық компания қолға алған жел электр станциясы. 4 жыл салып, былтырдан бері балама электр энергиясын өндіргенмен тоқ бағасына түк әсер етпепті. Баз баяғыдай жан басына байланысты киловаттына 19 бен 24-тің үстінде төлейді. Газсыз қала болғандықтан ел есесіне тоқты 2 есе көп тұтынатыны тағы бар. Жергілікті халыққа тарифі төмендеу береміз деген. Қазіргі таңда қанша жыл болды? Біз облыстан немесе басқа да республика дегенде аз төлейміз деп айта алмаймын. Не солармен деңгейлес, не одан жоғары. Жел өтінде жайғасқан мына станцияның қуаттылығы 100 мегаватт, яғни ауадан ақша тапқан компания 200 мың түтінге тұрақты тоқ таратуға қауқарлы. Бірақ алынған энергия тоқ тасымалымен айналысатын Кегок компаниясының желісіне жалғанған. Сол себепті де жерін алып бір, желін тегін алып екі отырғанмен 1 киловатта жергілікті жұртқа бұйырмайды екен. По Казахстану Жалпы бізде баламалы энергия үлесі 3% ғана. Әлі дұрыс жолға қойылмағандықтан бұл бағытта барынша көп нәрсе күту керекте. Бүгінде тоқ көзі жетіспей жатқандықтан оны сырттан алып отырмыз. Әуелі ішкі қажеттілікті жауап алсақ, тарифті қайта қарауға болады. Ал аудан әкімі тұрғындар айтқан тарифті төмендетуді күнделігіне түртіп қойыпты. Әзірге еш пайдасы тимеген жел электр станциясын тағы салуға инвестор іздеп жүр екен. Ол үшін 230 гектар жер жаңа инвесторды күтіп тұр. Бекітілген тарифтен төменірек тарифте осы Жаңатас немесе Сарысу ауданы тұрғындарына беру бойынша мәселені заң жүзінде қозғайтын боламыз. Әкім айтқан мәселе жел электр станциясының екінші кезеңі. Алайда ол іске қосылған күннің өзінде де Жаңатасқа тікелей тартатын тоқ желісі жоқ. Сол себепті де балама электр энергиясы бұрыннан бекітілген бағаға байлау болар түрі жоқ. Нұрайдын Рахай, Дәулетбай Нұрмахан, Информбюро, Жамбыл облысы. Экология министрі Серікқали Брекешев 80 мың киікті атпайтын болды. Министр қоғамда дау туғызған ақбөкендер санын реттеудің басқа жолын қарастырмақ. Оның айтуынша президент сынынан кейін министрлік пен зоология институтын бірлесіп, киіктердің популяциясын реттеу бойынша ғылыми зерттеу жүргізеді. Соның нәтижесінен кейін ғана киіктердің тағдырына қатысты шешім қабылданады дейді. Бірақ министр ғылыми зерттеудің нақты қанша жылға созылатынын және қанша қаражат кететінін айтпады. Әйтседе киіктерді ату күн тәртібінде емес деген Серікқали Брекешев осы зерттеуден кейін ақбөкендерді ақылы түрде атуға рұқсат берілуі мүмкін деп отыр. Ал егістік алқапты киік таптап шаруаларды шығынға батырды деген мәселені шешумен ауыл шаруашылығы министрлігі айналысады. Естеріңізге салсақ, бұған дейін президент 80 мың бас киікті атуға рұқсат берген экология министріне сөгіс жариялап еді. После критики президента президент сынынан кейін барлық мүдделі мемлекеттік органдармен, қауымдастық және ғалымдармен тағы да жиналып киіктер популяциясын реттеу және пайдалану мәселесін қайта талқыладық. Біз бұл бағыттағы жұмыстарды, ғылыми зерттеулерді тереңірек жүргізу қажет деген қорытындыға келдік. Яғни киіктердің көші-қон жолдарын, тіршілік ету ортасын, жем-шөп базасын қарау керек. Атырау облысында жолдың қисық сызылған жолағы жұртты әбден күлкіге батырды. Тұрғындар бұл жол белгісін ішімдік ішкен жұмысшылар салу мүмкін деп әзілге айналдырған.
не пәлем. Мас болып істеген ба, шалған ба, қараңыз. Поехал тұрам. Әлеуметтік желіде тараған видео Құрманғазы ауданында түсірілді. Бейне жазбада жаңа жолдағы жолақтың қисықсыздығаны айқын байқалады. Тіпті кей жерлерінде жолдың ортасын емес, жиегіне түсірілді. Тағы бір аумақтарға жолақ мүлдем жүргізілмеген. Мұндай олқылықты көрген желі қолданушылары әкімді жұмыстан босату керек деп жатыр. Әйтсе де әкімдіктегілер жаңадан құрылып жатқан Шипажа елді мекеніне апаратын жолдың құрылысы әлі толық аяқталмағанын айтады. Соған қарамастан қисық жолақтарды жуу қарада өшіреміз деп отыр. Жолдың жолақтарын әлі кім сызғаны анықталуда. Бұл мердігердің немесе тапсырыс берушінің тарапынан болған жағдай емес. Бұл арнайы жолақ сызатын құрылғыны тексеру мақсатында сол жолдың бойына сызып көрген деген болжам бар. Нақты анықтау жұмыстары жүріп жатыр қазіргі уақытта. Шымкент қаласында Қазақстан халқына қоғамдық қорының өкілдері белсенді азаматтармен кездесіп, олардың пікірін тыңдады. Жиынды ұйымдастырудағы басты мақсат қайырымдылықпен айналысып жүрген жандардың ұсынысына сай қордың бағдарламасының аясын кеңейту. Айта кету керек, қазір қоғамдық қор қайырымдылық бағдарламаларын 10 бағыт бойынша жүзеге асырып жатыр. Шымкенттегі ұлттық қайырымдылық конференциясына сарапшылар, қоғам белсенділер және қайырымдылық ұйымдарының басшылары қатысты. Олар Қазақстан халқына қоғамдық қорының өкілдеріне түрлі ұсыныстары мен пікірлерін айтты. Мәселен, қайырымдылық қорының жетекшісі Данияр Сейітжанов аутизмге шалдыққан балаларды оңалтуға Қазақстан халқына қорынан көмек берілсе екен дейді. Значительный ежегодный прирост людей с аутизмом. Бізді қазір аутизмге шалдыққан балалардың жылдан жылға артып келе жатқаны алаңдатады. Және мұндай балаларды оңалту үшін бізде жағдай жасалмаған. Сондықтан ата-аналармен осы мәселені жиі талқылаймыз. Біз Қазақстан халқына қорынан қаржылай көмек сұрап отырмыз. Қазақстан халқына қоғамдық қоры қайырымдылық бағытында 10 жоба бойынша жұмыс істеп жатыр. Олардың 8-і медициналық көмекке арналған болса, тағы бірі ауыл балаларының спортқа қолжетімділігін арттыру, сондай-ақ шалғайда тұратын мектеп түлектері мен жағдай төмен отбасылардан шыққан студенттерді жоғары біліммен қамтамасыз ету жобасы іске асырылуда. Қоғамдық қордың өкілдері осы бағдарламалардың ауқымын кеңейту үшін елдің ұсыныс пікірлеріне сараптама жасап жатырмыз дейді. Бізге Шымкент қаласындағы белсенді азаматтардың көтерген мәселелерін білу керек болды. Және оны шешу жолдарына байланысты ұсыныстарын да ескеруіміз керек. Бұл мәселелерді бағдарламамызға енгізу, дауыс беру арқылы шешіледі. Ұлттық қайырымдылық конференциясының қорытынды жиыны қыркүйек айында Нұр-Сұлтан қаласында өтеді деп жоспарланған. Абай Нұржанұлы, Информбюро. Көңіл көтерейік пе, әлде сабақ оқиық па? Екеуі де керек. Пиалайсти сергішкі салтын шайын ішіп көр. Қалаған жеріңде далада, оқуда, үйде және жұмыста табиғи шайдың жеміс пен жидектер дәмінің миксінен рахат ал. Дәрумендер мен пайдалы сығындылар саған тонуста жүруіңе және дұрыс шешім қабылдауыңа көмектеседі. Пиалайсти сергек оймен шешім қабылда. Есентай адам танымастай өзгерді. Енді тынымсыз қала тіршілігінен қажыған алматылықтар Есентай өзенінің жағалауында тынығып, серуендей алады. Қала билігі өзен арнасын жаңғыртып абаттандырған, іргесін бекіткен. Ал өзен жағалауындағы жаңа қоғамдық кеңістік жақында ел игілігіне беріледі. Есентай өзенінің жағалауын абаттандыру жұмыстары аяқталуға жақын. Енді таяу күндері қала тұрғындары мен қонақтары жағалауға келіп, емін-еркін серуендеп тынық алады. Ол үшін мұнда барлық қажетті жағдай жасалған. Жаңа қоғамдық кеңістік Жамақаев көшесінен Алматы мен Есентай өзендері екіге бөлінетін Суайрыққа дейінгі аралықта орналасқан. Жиегіне ұзындығы 4 шақырымнан астам жаяу жүргіншілер жол төселіпті. Оның 1 шақырымы ағаштан, ал 3 шақырым 200 метр тастан жасалған. Сондай-ақ өзен арнасы жаңғыртылып, жағалау бекітіліп отыр. Жоба тұрғындардың тілегі негізінде іске асты. Сондықтан біз жағалаудың тек бір бетін ғана бекітіп күшейттік. Себебі табиғи көрінісін сақтау басты мақсат болды. Қазір өзен жағалауы кісі танымастай өзгерген. Мұнда кешкі серуенге қажеттінің бәрі бар. 4 бірдей табиғатты тамашалау алаңы, спорт, балаларға арналған ойын алаңшалары, тіпті пергола мен пандус та табылады. Одан бөлек ұзындығы 1 шақырым 300 метрді құрайтын ағаш қоршау және 4 шақырымнан асатын тіреуіш қабырғалар орнатылыпты. Ел игілігі үшін 339 жарық шам, 2 модульдік дәретхана, су жағасына 10 орындық, 130 қоқыс жәшігі мен жағалау бойына 70 орындық қойылған. 5 гектарға жуық әртүрлі жазғы ағаштар, көп жылғы жаңағы кустарниктер, сосын кейін
1 жылға ағаштар, сол гүлдер бәрі отырғызылды. Әкімдік өкілдері жоба аясында 600-дей қылқан жапырақты ағаш, 3500-ден астам бұта және шамамен 700 шаршы метрге көп жылдық өсімдіктер отырғызылды деді. Ал жалпы жағалауды абаттандыруға 5 миллиард теңгеден астам қаржы бөлініпті. Нұрболат Жаңабекұлы, Сергей Шуйский, Информбюро, Алматы. Сейсенбідегі ақпараттар легі осындай, онымен өздеріңіз таныстырған Ерқанат Көпжасар. Көп жасайық. Сау болыңыздар.